Аха, болды барам мен. Есет пен Құралай өздері барады олар. Мен өзім барам жалғыз. Аха. Қайда? Мерейдің ұзату тойы ғой. Барып, души билеп қайтпасам. Әй, Мерей қайсана өзіміздің Нұрдәулеттің қызы ма? Иә? Ойбай, мен не істеп отырмын? Тойға кетіп көйлегім дайындайын та. Сіз шақырған жоқ? Үлкендер шақырған жоқ? Білесіз ғой, Мерей шетелде оқыған. Молодежный европейский той болады. Қызығы, жастарды шақырам деген несі? Ау, той дегенде үлкендердің батасын алу үшін жасамай ма? Сонда сыңсуды кім айтады? Пішті. Бара беріңдер өздерің. Мен бір той көрмей жүргендей, о несі? Мерейдің ұзату екен неге маған айтпадың? Сен бәрі барамайсың ғой. Біріншіден Алдияр бар, екіншіден мама сен жібермейді. Үшіншіден, мамадан кейін үшінші причинада қажет емес қой. Жарайды, үйде болам онда. Қазір киімдеріңді үтіктеп дайындап берем ғой. Байғұс Айсұлуды айтам. Той домалақ болса болды, сопайып жалғыз өзі үйде қалады, күзетші сияқты. Қонақ келсе соңына дейін өзі жүреді. Үйден шықпағалы көп болды, барып бой жазып келсінші. Мен сосын туфлиімді тауып қойшы. Кеше таппай қойдым, қай қойып тесіңдер осы? Айсұлу, тойға барғың келіп отыр ма? Онда Тайлақпен бірге ілесіп сен де барып кел. Рахмет, мам. Кетерде сүтіңді сауып кет бірақ. Сауып кет. Келесі шығарылымды бірінші болып, және жарнамасыз iTube'тен қара. Сілтемесі сипаттамада. Мен тойға дайындаламын, ben de сүт шығарамын ба? Сен сүт шығара бер. Мен киімдерді үтіктеп тойға дайындалмайын ба? Қошқас, киімдердің барлығын күйдіресің сен. Онда сен киімдерді үтіктей бер, мен Алдиярды... Бірақ болмайды ғой. Не ғой? Искусственный сүт берсек қайтеді? Оны бәрібір мама ішіп тексермейді да ғой? Енді маманы алдаймыз ба? Алдияр өзіміздің бала емес па? Оның үстіне натурален сүт ішемін деп настрой ұстап қойған шығар. Жарайды, онда мен дәріханаға барып сүт шығаратын алып келейін. Нандай ма? Кетші. Есет, әлі жатсың ба? Тұрш, дайындалшы, қазір үлгермей қаламыз. Әлі шопингке бару керек, шаш жасату керек. Қысқасы, бүгінгі тойдың ханшайы мен ханзадасы біз болуымыз керек қой. Той Құралай, как будто өз тойыңа дайындап жатқан адам ұқсамаш? Жай әшейін той емес пе? Вот именно әшейін той емес. Бүгін мектептен бастап қарсыласым болып келе жатқан Мерейдің ұзатуы тойы. Екеуміз бір мектепте оқыдық, бір сыныпта оқыдық. Қысында мен мисс болған кезде, ол вице-мисс болды. Ал ұбт-дан ол менен бір балл жоғары алған кезде, мен бүкіл олимпиададан жеңгем. Зато күйеуге бірінші мен шықтым. Әлде бұл мақтанатын нәрсе емес па? Гол! Не болды сонша айғайлап? Гол болса комментаторлар өздері айтады ғой. Не болды? Әке, көре алмай тұрсыз ба не? Басым ауырып отыр. Шынымен сөйлешші. Қалай болады екен шөнен қуанған? Не болды? Сізге ветеран шыққан ғой. Ветеран кісініз? Безеу шығар? Сіз басыңыз ауырып отыр ғой, Температура кетіп отыр. Ветеран қышиды, жұғады. Мен барып дәрі алып келейін. Адамның уақыты жоқта ветеринға шыққан несі? Кешке тойым бар еді. Тойға дейін кетіп баратын шығар. Сүт шықты ма? Шықпай жатыр.
бұзау еміп қойған ғой. Айтпақшы, папа ұрып қапты. Қойшы, қай жері? Білмеймін, бас ауырып жатыр, үсті басының бәрі қып-қызыл точка ветрянка сияқты. Мен айтпайсың ба бағанадан бері ауырып жатыр деп? Үлкен кісілерге ол қиын тиеді ғой. Дәрі беретін едім ғой. Қазір тоқта. Мына зеленканы алда папаның үстіне жақ. Сұйық тамақты сосын сүтті көп үшін. Ой, сен де былжырап. Зеленканың үстіне жағасын, сұйық тамақ ішу керек, сүт ішу керек. Сосын мына дәрінде ішін, түсіндің ба? Түсінбейтін несі бар, бұл сүтіңнің шығар емес, папа. Бар енді. Так, мынаны жағам, мынаны өзім берем. Бұлар да бір. Мә, өзіміздің тойымызда бүйтіп киім алмаған шығармыз. Тойдағы ең әдемі адам ұзатылып жатқан қыз болу керек. Бірақ бүгін емес, ренжіме, мерей. Мына қыз нәски немене қалдың? Әлі көйлегімен нәски киініп жүрсің ба? Есет, қазір паралар бірін-бірін толықтыру үшін солай киінеді. Мысалы, менде қара көйлек болса, сенде қара нәски болады, түсіндің ба? Қорқып кет бар, қыз нәски киіммен балдардан не өтемес пе? Онда неге жалаң аяқ бармайсың? Жалаң аяқ барам. Көйлегім қайда? Ой, бұл жаққа немеге жағып жатсың, жоқ қой ештеңке. Енді алдын алып жатырмын. Тез жазыласыз ғой. Қанша сағатта кетеді? Так, мынау 24-ті көбейтесің 7-ге. 168 сағат, примерно бір аптада кетеді. Бір аптасын кешке тойым бар ғой менің бүгін. Әке, сізге дала шығуға болмайды. Адамдарға жұқтырасыз ғой. Той иесінен ұят болатын болды ғой, абан сынап қойып едім. Сосын, мына дәрін ішсін деді, көмектеседі. Точно көмектесе ма? Енді 7 жыл оқыған Айсұлу білетін шығар. Осыны ішіңіз. Сосын сұйық тамақ ішу керек, сүт ішу керек. Болды, жат демаңыз. Бірден керек болса шақырасыз ғой, Тайлақ. Уже ма? Қосып кетсеңші приставканы. Жақындап берейін ба? Жоқ, бола береді. Маңыз. Есет, қазір жабайланып отырып алмай, джентльмен құсап бірінші мен отырғызасын, түсіндің ба? Сосын өтінем, ана тауықтың музыкасына билемеш, жыным келеді. Жақсы емес пе, интернетке шықпайын ба? Мына бала биді жыртты деп айтпаймын. Сен биді емес, сен костюмді жыртасың. Юсуф Мерағұл сияқты биле алмасаң, вообще билеме онда. Айнаринаринаринаринара, қалай? Қалай болғанда, қандай тілек айтасың? Қандай тілек болғанда саған қоса салам? Есет, қалай маған қосыла саласың? Дұрыстап адам сияқты кәдімгідей тілек айтуың керексің. Бір қайталап алайықшы, қане? Тілекті ма? Иә. Құрметті аттар кім еді? Мерей Рүстем. Құрметті Мерей Рүстем. Не айтам енді? Ауырмандар шеш, аман жүрсеңдер шеш. В общем, ең бастысы адам болып қалыңдар шеш. Сол үшін, нормально деп айтып берем, ойымдымаш? Қойш, Есет. Не қойш? Көресің ғой, ең үздік тілек деген атақ мен алам. Диплом береді еще ма. Мына той иесіне не десем екен, ветрянкамен бол. Ият бола ма? Ақша керек емес, той басқармайтын болдым десем, сенбейді. Не дейміз енді? Басқа той алып қойдым десем, адамгершілікке жатпайды. Авария болдым десем. Авариясы десің? Құдай сақтасын. Ой, той иесі ма? Алло. Иә. Жоқ. Иә, сол мен де аварияға түсіп қалдым ғой. Жоқ, зеленкалар жанып, дәрігерлер жүгіріп нетіп жатыр. Бір аптадай жатасың дейді ғой. Жоқ,
Сол менде ыңғайсан рахмет түсінгеніңізге. Келесі тойыңызды бар ғой, мен тегін жүргізіп берем. Иә, келістік солай. Жақсы, рахмет. Жазылам ғой, иә. Мынау жақсы болды. Мам, залға кірмей ақ қойыңыз, папа ветренка болып қапты ғой. Сіз ол көрмесеңіз сізге жұқып кетуі мүмкін. Қарағым, ветрянка ма, сетрянка ма шаруам жоқ. Қазір мен сериалым басталады. Қойшы, басымды қатырмай. Майра, көрдің бе мінеки? Шалың ауырды да қалды. Шынымды айтсам, осы ветрянкамен қай кезде ауырғаным менің есімде жоқ. Ауырдым ба, әлде ауырмадым ба? Ол кезде қандай аурумен ауырсақ та әйтеуір зеленка жаға беретін еді ғой. Сақтықта қорлық жоқ деген мына жомартқа жоламай-ақ қояйыншы. Оның үстіне анау Қытайда да неше түрлі аурулар қаптап кетті ғой. Ай, алдиярыма жұғып кетпесін. Сенің бүгін тойың бар емес пе алған? Оны қайтесің енді? Ей, Шрек пен Фионаның тойы болмаса, мына түрмен қалай барам мен? Ұят емес па? Кел, отырсашы, қазір сериалың басталады ғой. Жоқ, ертең повторын көре салам ғой. Майра, ана Құралай сұйықтық көп ішіңіз деп еді, сүт әкеп берші маған. Қайдағы сүт? Сиырың бар мен ұстап отқан? Тойға не киіп барам? Ана сарыны киіп барасашы. Қош, өткен жолы киіп бардым ғой, көріп қойды бұны. Қараны кеш, күлді. Бұны да көріп қойған, кимейм. Не қылса сен өзің бара берші. Мен де көріп қойған олар. Кимейм ешқайсысын. Заттарын жинаш, шашпай. Үсіп тұр ғой мұны. Шоға келген бе? Oyundan tatlısı. Сонымен есеп, қандай тілек айтатын болдың? Міне, интернеттен бір тілек тауып алдым. Оқыш. Құрметті Айдын көлде жүзген қосаққу. Басы жаман емес, жалғастыршы. Сіздерді 50 жыл алтын тойларыңызбен құттықтаймын. Немере шөберелеріңіздің қызығын. Есет. Қайдан білейін, жан? Бас жағымда тұр екен, сосын сахнаны тете салдым. Сонда мен не саған айтпасам, жалғастыра бересің бе өйстіп? Енді олар да 50-ге келетін шығар, сол кезде оқып береміз. Бірақ 50-ге келген адамды қалай Айдын көлде жүрген қосаққу деп айтады? Ал балалар, әдемілеп тойлатып келіңдер. Ана тамадалар свежаны ұтайса жазбаңдаршы. Ой, папа, ауырып жатсыз ғой, жат демалсаңыз, сізге шуға болмайды ғой. Тез жазылып кетіңіз, папа. Мам, алдиярдың сүті холодильникте тұр, жыласа бересіз ғой, Еш уайымдамаңдар, жақсылап тойлатып келіңдер. Барыңдар енді. Барыңдар. Майра,
Ай, ауыстыратын киім әкелші, терлеп кеттім. Мә. Немене киіп алғансың? Ай, үйдің іші жуып жатыр едім ғой. Айсұлу, таңертең ғана жуып жатыр еді ғой. Қойшы соны. Оның артынан бір адам жүру керек, ылғи шала жуады. Айтпақшы, Айсұлудың сүтін көрдің бе? Айсұлудың сүтін менен сұрайсың ба? Жоқ, ертеңгісін сауып холодильникке салып кеттің деген ғой. Әлде оғатын мені алдап кеткен бе? Қап бекер жібердің бе? Алдияр аш қалатын болды ау. Айсұлудың сүті? Жаңағы мен ішіп қойған сүт сонда Айсұлудікі болды ма не? Енді тек қана қараша ішем. Шын айтам, анамның ақ сүті. Немене сүт жайлы айта беремеймін, а? Жүкеу! Айғайламасынша майран оятасың ғой. Баланы оятасың. Не, жежеймен зеленк шаш ойнағансыз ба? Не ғой? Ветренка ғой. Мұның дүкенің үсті ғой. Енді бар тапқаным осы ғой, Жүке. Жүр, бір партия PlayStation ойнап жүрсек. Мен не, бара берейін, Жүке, я? Анау ветрянкаңызды өтсін, сосын келіп ойнап кетем ғой. Атак білесіз ғой, Жүке. Сіз мен даталабым ғой, Жүке. Ренжімейсіз ғой, Жүке. Ой, европейский той деп соққа тойдырып жіберді ғой. Мәскеуді не үшін кидің? Әй, не ерте келдіңдер? Екінші столға қарамадыңдар ма? Ой, екінші стол түгел, бірінші столда болған жоқ. Шөп шалаң жеп қайттық қой. Келін бәріміз жүрдік сол жерде. Фурш ет ма? Мама, отырып өзіміз тамақ ішейікші. Білмеймін, маған бәрі ұнады. Отырып ет жегеніңдер сол дұрыс емес па? Маған да дым ұнаған жоқ. Мен биіме келетін әндер болған жоқ. Бәрі ағылшынша. Сен бар папаны тексеріп қайтсай. Айсұлу, Ау. бер кел. Бер кел. Сен не мені алдап кеттің деп тұрсың ба? Мам, түсінбедім. Әй, сонда ана порошок сүтті суға езіп берсін дедің ба? Мен саған адам ұсап айттым ғой, сүтіңді сауып қойып кет Алдиярға деп. Ой, мама, холодильникке сауып қойып кеттім ғой. Айсұлу өтірік айтқанда қиналмай айтасың, е? Ойбай, оны кім алуы мүмкін? Шын айтам, мама қойып кеткен тұғын. Мен тұр ғой, мама. Жоқ, бағана қараған кезде мына сүт болған жоқ, Айсұлу. Шын айтам, мен қарадым, көрген жоқпын, бұл болған жоқ. Жарайды, ренжімеші, айналайын. Бара бер. Папа, қалайсыз? Температураңыз көтерілмеді ма? Жоқ, өзім жақсы сезініп отырмын. Қызық. Айсұлу, бергеш. Ветрянкада көбейген, Айсұлу, мынаны қарашы. Ветрянкада көбейген, температурада көтерілмеген. Не ол? Қазір. Ойбай, папа. Ну, ешқандай ветрянка емес па? Обычный безе ғой. Ауру емессіз. Осының бәріне мына тайлақ кінәлі. Тойыма да барамай қалдым. Күні кешке шейін жаттым, PlayStation ойнап, ұйықтайым, тамақ ішем, майраны жұмсайым. Жақсы ма осы? Былай келсейік, мен сені кешірейін. Бірақ сен 2 күн мен ветрянка емес екенімді майраға айтпай тұрасың. Келістік ме? Келістік. Сөйтіп тойлатып қайттық деңдер. Айысу мұна есетке қызыл нәске кигізіп, бір екеуің ерекше киініп жүретіндер, не болды? Айта бермеңдерші. Мам, ең керемет жұп біз болдық. Барлығы бізге қызығып қарады.
сосын айтайын деген тағы да мерейді осы жолы қостым. Барлығы бізге емес, қызыл нәс киімге қарады ғой. Не ма? Тос айттыңдар ма? Ой, тос айттық. Өзімізше үйден дайындалып барғанбыз ғой. Соны барсақ, микрофонды қолға берген кезде не айтқанымды білмеймін ғой. Олар да түсінген жоқ, мен де түсінген жоқ. Мана WhatsApp-тағыдай болды ғой. Не қылсаңдар, не қылай беріңдер деген сияқты. Ойбой, ұмытып қалған екенсің ғой. Папаға обал болып, жалғыз өзі отыр ғой. Не обал? Керек емес отыра берсін. Анау не ветрянкасы жұғып кетер бәрімізге. Мам, папа ауырып жүрген жоқ қой? Тайлақ айтсай? Нені? Қашан? Әкем екеуміз келісіп алып Айсұлуға айтуды ұмытып кетіппіз ғой. Жұмат! Бері кел. Мен залға шеберім тамағымды балаларға жұғай. Әй, нең жұғып кетеді, өтірік айтатын жұғама балаларға? Ауруың жоқ, қағындың жоқ екенін білеміз. Сен не өтірік ауырып жүрсің? Ой, басында мен өзімді ұқпай қалдым ғой оны. Кейін Айсұлу айтты, мынау емес қой деп, мұндай ауру емес деп. Тойға отказ бердің ғой, өзіңді көрдің ғой. Мүмкін кішкене футбол ойнап жата тұрайыншы дегем. Шай құйыңдаршы. Папа таза пранкер екенсіз ғой. Енді мен әдейі істеген жоқпын ғой, қорқады ғой адам деген. Ай, сүт қосып құйыңдаршы шайды. Папа үйде сүт жоқ. Сүт бар, холодильникте тұр. Алдиярдың сүті ғой, соқпашы. Ой, бағана нені ішіп тастағам мен онда. Орнына әкеп қойып қойдым. Ой, алжыған. Сен екен ғой, бәрін бүлдіріп жүрген. Айттым ғой, Айсұлу, мана сүт болған жоқ. Ойбай, масқара, келіннің сүтін ішіп қойдың ба? Ой, көргенсіз. Осында барғы түк ұят жоқ. Бет-аузын зеленкі болып, ой, ветрянк болып қалғыр. Аштан өлдің ба, айтпайсың ба маған? Келін сұрамайсың ба? Не деген сұмдық? Масқара, елге не айтамыз? Басқа жұрт естіп қойса масқара боламыз ғой ба? Келіндерің кеп кір. Сұрамайсың ба менен? Қайдан білем мені? Кел Қайдан жоғары. білем? Хуй, келіндерің кеп кір. Масқара, келіннің сүтін ішіп қойды дейді. Немене күлесің, ол күлетін нәрсе емес. Мамама алғысым шексіз. Үйден біраз болып еді, шықпай жүргеніме. Бүгін Тайлақпен бірге тойға жіберді. Бұл жай ғана нәрсе болып көрінгенмен, мен үшін ол өте маңызды. Себебі анам мені уайымдайтыны, мен туралы ойлайтыны және де қызындай көретінін білдірді. Мынау не есе? Қалай не? Біздің болашағымыз қалай алмаймыз? PlayStation'да ойналатын ойындардың бәрі киберспорт қой. Болды ғой онда. Майра, сен миллионердің қатыны болдың онда. Үйдің жанында дүкендер бар ғой. Сол жаққа берейік. Үлкен кісілер бар, алып ішеді. Көрсетейін мен қалай ойнау керек деген сендерге. В общем, Инстаграммен сауда жасауға болмайды. Мальдиваға кеттіңіз. Мальдиваға? Рас айтасың ба? Қашан қырсығасың, бесед. Шошаңғы қырсыған.